Оралхан Бөкейдің жары Ардақ Бөкееваның естелігінен. 10 мамыр Оралхан Үндістанға ұшатын күні түсте тамақтануға үйге келді. Ол жол жүріп үйренген адам еді ғой, өте тез жиналатын. Керекті заттары тап-тұйнақтай боп орнында тұратын. Оралхан тіпті аздап модницада болатын, сыртында сылап-сипап көркем ұстауға көңіл бөлетін. Ас ішіп болған соң заттарын жылдам жинастырып кетуге ыңғайланды. Екеуміз үйде қоштастық. Оралхан бетімнен сүйді. Балаларын біраз еміренді. Мен әзілдеп, байқа, индианкалармен махаббат құрып кетпе дедім. Ол жайраңдап күліп, сен де байқа, мен жоқта қыдырушы болма деді. Сөйтіп, әдетімізше әзілдей қоштасып, папамызды алыс жолға шығарып салды. Арада 2-3 минут өтер-өтпесте есік қоңырауы шыр ете қалды. Есікті ашсам, Оралхан тұр. Мен Үнді мұхитына суға шомылатынымды ұмытып кетіппін. Плавка алмаппын ғой дейді. Мен ренжіп, кірме, қазір әкеліп беремін. Соған бола несіне оралдың деп жүгіріп кеттім. Менің түсінігімде ұзақ жолға бара жатқанда үйге екінші рет қайтып келу жаман ырым. Бірақ мен мұны ешқандай да жамандыққа жорған жоқпын. Оралхан шығып кеткен соң бірден терезе алдына бардым. Машинаның рулінде Махамбет отыр. Оралхан артқы орындыққа барып жайғасыпты. Бізбен қолын бұлғап қоштасты. Ол жиі жолға шығатын болғандықтан мен де күтуге әдеттенген жанмын. Дәл сол жолы да кезекті бір сапар ғой, ұзамай қайтып оралады деп ойладым. Ол Қазақстанның қай түкпірінде жүрсе де күніне 2-3 рет телефон соғатын. Ұйықтадыңдар ма? Тұрдыңдар ма? Қайырлы таң, қайырлы түн деген сөздерге соншалық бауыр басып алғанбыз. Ал Үндістаннан бірде-бір телефон соққан жоқ. Мен сол үшін қатты алаңдадым. Ол 17-сіне келмекші болып еді, ал қайғылы оқиға 16-сынан 17-сіне қараған түні болыпты. Мен осы күндері әбден мазасыздандым. Неге телефон соқпайды? Балаларының амандығын неге сұрамайды деген ой маған тыныштық бермей қойды. Тіпті іштей өкпелеп те жүрдім. Оралханның енді еш уақытта телефон соқпайтынын, телефон соға алмайтынын сорлы басым қайдан біліппін. Оралханның қайтыс болғаны туралы балаларға мен еш уақытта айтқан емеспін. Менің өзіме де бұл қаза оңайға тиген жоқ. Сондықтан да сәбилердің жүрегін тым ерте жараламай-ақ қояйын дедім. Осы күнге шейін папаң іс-сапарда жүр, папаң ауырып жатыр, папаң жуықта келеді деп жұбатамын балаларда. Алғашқы жылдары папаларың осылай дейтін, сендерді өте жақсы көретін деп жиі айта беруші едім. Олар сәби болса да әлгі сөздерге елітіп папаларын іздей бастайды. Содан бастап бұлардың мазасын алмайын деген ой келді. Қазір Айхан үшін әкесі ең биік мәртебе. Ол 5-6 жасқа келгенде папам қайда деп жиі сұрайтын. Қазір сұрамайды. Екеуміз де Оралханның қайтып келмесін іштей мойындаймыз. Бірақ папа келеді деп бір-бірімізді алдаймыз. Келмейді деуге аузым бармайды.